Келе жатты сым жендеттер, шеркеліп шиырылды жер, жауға тамшы татырмастай, буырқа тас төзендер. 15-ші қазақ мектеп гимназиясының ұжымымен қалалық білім беру бөлімі бірлесіп Қасым оқуларын осымен 3-ші рет өткізіп отыр. Онда қаланың барлық мектеп оқушылары Қасым Аманжоловтың шығармашылығы бойынша бақтарын сынады. Бұған дейін итәкаппар дүние мағанда бір қарашы немесе дүниеге келер әлі талай Қасым деп аталған болатын. Қасым оқулар бүгін міне арнайы дабылды жырдың дауылпазы деп аталып отыр. Бүгінгі өтетін Қасым оқулары себебі жеңістің 70 жылдығына орай Қасым ағамыздың жаңағы соғысқа қатысуына байланысты осындай тақырыпты таңдап отырмыз. Жылда дәстүрлі түрде өткізілетін қалалық Қасым оқуының ашылуы салтанатты өтті. Гимназия басшылығы, Қарағанды қаласынан арнайы келген ақындар, жыр жанашырлары өздерінің жылы лебіздерін білдірді. Олар жыр сайысына қатысып отырған балаларға ақ жол тіледі. Биылғы жылға тағы да бір кіргізіп отқан жаңалығымыз ауыспалы кубок орын алған мектепке беріліп тұр. Егер де ол мектеп 3 жыл қатарынан бірінші орынға ие болатын болса, сол кубок сол мектепте қалатын болады. Сондықтан бүгін додада мықтылар жеңсін, сәттілік тілейміз, ақ жол. Бүгінгі осы жыр додасы құтты болсын. Жалпы мынау Қасым ағамыздың дәріптеліп жатқаны, бұл қазақ мәдениетінің дәріптеліп жатқаны, поэзияның дәріптеліп жатқаны. Поэзия деген бұл баршамызға аян мәдениеттің мәйегі. Қасым оқуы 3 номинация бойынша өткізілді. Додаға қатысқан балалар өздерінің жүрек жарды өлеңдерін, Ағиық ақынның жауһар жырларын жатқа айтып, әндерін сазына келтіріп орындады. Туыпсың қарқаралы даласында, жыр шашып бүкіл қазақ баласына. Дүниеге келсе дағы талай Қасым, бірақ ешбірі дәл сендей болалар ма? Ал 8-ші сынып оқушысы Бекболат Еркеғали биылғы додаға 2-ші рет қатысып отыр. Өткен жылы 1-ші орыннан көрінген дарын иесі. Биыл да өзінің бағын сынауды ұйғарыпты. Алдыңғы жылғы Қасым оқуларында 1-ші орын алып, бағым мен бабым қатар шауып кеткен. Сол енді 2-ші рет осы жерге бағым сынау үшін келіп тұрмын. Қасым Аманжоловқа өз шығармашылығынан өлең арнап тұрмын. Сізден асар ақынды табу қиын, сіз шыққан шыңға да шығу қиын. Біздер жерде сіз болса, шың басында соққан сол биіктен де сіз бір құйын. Ақын өлеңдерінің өміршеңдігін және сол өлеңдерінің оқырман жүрегінен ерекше орын табуын насихаттау, оның өмір жолдарын, шығармаларын танып білу мақсатында өткен шараны алдағы уақытта кең көлемде өткізуді жоспарлауда. Айта кетейік, 3 жыл бұрын мектепте Қасымға арнап бұрыш ашылған болатын. Биылғы жылы ол жаңартылған. Қасым оқулары осыдан 3 жыл бұрын ашылды ғой. Соған байланысты осы мектеп қабырғасынан бір бұрышынан осы Қасымға арналған стендтар ашылды. Тағы да ол кезде арнайы қонақтар шақырылды, тұсаукесері өтті. Бұны негізгі басшылыққа алып отырған осы мектептің 15-ші мектеп гимназиясының директоры Нашкен Бағдат Қуанышевичпен бұған дейін осы мектепте жұмыс істеген Сәуле Нәзірбекқызы қолға алды. Сәуле Нәзірбекқызыны айта кетсек, ол кісі өзі бұрыннан Қасым Аманжоловтың 100 жылдығына қатысып өзінің өлеңдерін арнап жаңағы белсене атсалысқан мұғалімдердің бірі болатын. Сол кісі негізгі алып осыны жасап отыр. Қасым Аманжолов абайдан кейінгі біздің ұрпаққа тәрбие беретін ақындардың бірегейі. Қаламызда ақын шығармашылығының насихатталып жатқаны жас ұрпақ үшін үлкен өнеге екенінде анық. Айта кеткен жөн, аталмыш шара Ұлы Отан соғысы жеңісінің 70 жылдығына орай өткізіліп отыр.